Жастар саясаты мәселелері басқармасынан ұйымдастырумен жетістікке жеткен жастарды қолдау облысымызға белгілі белсенді жастардың ортасын қалыптастыру және жастарды ынталандыру мақсатында жастар балы 2023 салтанатты кеші өтті. Кеше өңіріміздің жастар саясатын дамытуға үлес қосып жүрген бір қатар азаматтар марапатталды. Жастар балы 2023 салтанатты кеші кәсіби бишілердің өнер көрсетумен басталды. Дәл осы кеште 8 номинация бойынша жеңімпаз болған жастарға бағалы және ақшалай сыйлықтар, дипломдар мен алғыс хаттар табыс етілді. Толығырақ айтсақ, үздік жастар ресурстық орталығы, үздік жастар ресурстық орталығының маманы, үздік жастар ісі жөніндегі комитет жетекшісі, үздік студент, үздік шайдарманшы, үздік пікірсайысшы, үздік ұйым, үздік волонтер номинациялары бойынша үздіктер биіктен көрінді. Бұған дейін студенттік бал өтсе, оның атауы жаңарып, жастар балы болды дейді басқарма басшысы. Яғни жетістікке жеткен ұйымдар арнайы ноутбуктармен және ақшалай 200 мың теңгелік сыйақылармен марапатталады деп біз бүгін жоспарлап отырмыз. Жалпы келіп жатқан жастар осы шараның аясында бүгін арнайы өздерінің өнерін көрсетеді. Салтанатты шара барысында студенттер жылдағы вальс биін биледі. Сондай-ақ жұлдызды дуэт Баха Беріктің орындауында әндер шырқалып, кештің сәнін кіргізді. Тахмина Әлімжан, Ислам Қамшыбек, Әлімжан Ақпаев, 7-7 Ньюс.